Армысыздар көзі қарақты көрермен, сіздермен бірге мен Аружан Дүйсебай. Даудың басы Дайрабайдың көксейірі демекші, Сәкен Майғазиевтің басшылық қызметке тағайындалып, оның мекемесіне бөлінген 595 миллион теңгеге есеп бере алмай отыруынан басталды. Және осы қыз неге Сәкен Майғазиевтің соңына түсіп алды, неге басқа жемқорлар туралы айтпайды деп жатқан шығарсыздар. Біз кез келген осы қоғамдағы жайтқа бейжай қарай алмаймыз. Бауыржан Байбек болсын, Бердібек Сапарбаев болсын, Мамин болсын, басқа да жемқорларды әшкере етіп келеміз, әшкере ете береміз де. Және Сәкен Майғазиев басқаратын мекеменің 595 миллион теңгеге байланысты есеп бере алмай отырғандығы әрине көпшілікті алаңдатып, ол ақшаның қайда кеткендігін білгісі келетін халықтың санында шек жоқ екендігіне күмәніміз жоқ. Және ол ақшаның есебін неге сен сұрап жатсың деп жатқандар бар. Ол ақша мына менің, мына сіздің, яғни көптеген халықтың төлеген салығы екендігін ұмытпаңыздар. Және бұған біз күдіктене қарауға, мына видеоға қараңыздар, сонда не себепті күдіктеніп қарап жатқандығымызға өздеріңіз де куә боласыздар. Бүкіл осы Наурыздың шарасында ар кеткенде бір 180 миллионның ар жақ бер жағында ғана ақша жұмсалды. Сіздер айтқандай 565 миллион емес, жұрттың бәрі ойлайды 565 миллионға Сәкен Майғазиев қол қойды, бұл бүкіл ақша сонда деп. Бюджетте Наурыз тойын тойлауға бір тиын ақша жұмсалған жоқ. Бір тиын ақша жұмсалған. Көріп отырғандарыңыздай, Шыңғыс Мұхан Наурыз тойын тойлауға бір тиын да жаратылмады дейді, ал Сәкен Майғазиев 180 миллион теңгенің ар жақ бер жағындағы қаржы жұмсалды деп бөсіп отыр. Сонда бұлардың қайсысына сенуге болады? Қаржы жұмсалды ма, әлде жұмсалмады ма? Ал өздері енгізген мемлекеттік сатып алу порталына кіріп қарайтын болсаңыздар, 595 миллион теңгеге Наурыз тойын тойлау үшін ақша бөлінген, және соған орай 7 келісімшарт жасалған. Соның 7 келісімшарт бойынша Наурыз тойы қанша уақыт бойы тойланып өтіп кетсе де, қанша уақыт бұрын осыған байланысты салық төлеушілерге Сәкен Майғазиев басқаратын мекеме әлі күнге дейін халық түгілі салық төлеуші органға есеп бере алмай отырғандығын анық байқауға болады. Және де 80 миллион теңгеге байланысты жасалған келісімшарт Наурыз тойы тойланып кетсе де, 2 мәрте өзгеріске ұшырап, Наурыз тойына ешқандай қатысы жоқ екендігін жазып қойған. Ал осының барлығын көріп отырған, көрсе де көргісі келмейтін кейіп танытқан антикор, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс агенттігінің тек қана биліктің тапсырмасымен жұмыс жасайтындығын, ананы қама десе қамап, мынаны ұста десе ұстайтын жала жабуға құмар мекеме екендігін баршаңыз білесіздер. Және осы істің барлығын көре отырып, көрмеген антикор қызметін нөлге бағалауға болады. Және осы іске келікпейтін кезде келігіп отырған Қалдыбек Құрманәлі ағамыздың мына бір пікірін әлеуметтік желіде жариялаған постын сіздерге оқып берсем деймін. Қалдыбек Құрманәлі Фейсбуктағы және Инстаграмдағы әлеуметтік желідегі парақшаларында былай дейді: Сәкеннің сабырлығы. Кеше әлеуметтік желіден танымал әнші Сәкен Майғазиевтің видео үндеуін көріп шықтым. Бәлкім 3 рет қарап шыққан болармын. Менің таңғалғаным Сәкеннің сабырлығы. Әлгі бір қыздың, егер қыз болса, бас жоқ, көз жоқ, дәлелсіз қаралап жатқан ызалы, бетбақтыққа беріліп айтқан сөзіне асықпай саспай жауап беруі Майғазиевтің ішкі мәдениетінің мықтылығын байқатты. Қазақ өнерінде көркем мінезді ерекше жан болса, осы Сәкен Майғазиевте ақ болар. Айналайын қалқамнан басқа артық сөз айтпаған Сәкен бауырыма разы болдым. Мәдениеттілік дегеніміз осы ағайын. Мен осы жерде аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, дәлелсіз дәйексіз көкпеттікке салынып жатқан әлгі қызды аядым. Аядымда мүсіркедім. Неткен жеркенішті. Ертең ол да бір үйдің келіні болады. Мүмкін мына мінезімен болары болып, бояуы сіңіп, қайтып келіп қойғанда шығарау. Дәл осылай өзінің әлеуметтік желідегі Инстаграм және Фейсбук парақшаларында жазба қалдырған Қалдыбек Құрманәлі кезінде осы Түркістан сарайы, яғни Сәкен Майғазиев басқаратын мекеменің басшысы болатындығында сөзге тиек етіп жазып өткен. Қалдыбек Құрманәлі, сіз Наурыздағы Шымкенттегі тойға байланысты бөлінген 595 миллион теңгеден мүлдем хабарыңыз болмауы мүмкін, немесе өзіңіз сол мекемені басқарған басшы ретінде өзіңіздің де былығыңыз ашылып қалмасын деп, осы істің жабылуына өзіңіздің бар күшіңізді салып жатқандығыңызды анық байқауға болады. Және мені қаралауға түк таппаған соң, менің арымды таптап, арымды сөз қылып, намысымды қорлауға барыңызды салып, еркектің емес ездің ісін жасап, майдаланып, сөзіңіздің арасына қыз ба, қыз емес пе деген тақырыпты дәйек етіп көпшілікке ұсынып отырсыз. Мен сіздің сабырлы, иманды, көркем мінезі Сәкендей ініңіздің жеке басына, өміріне, отбасына қол сұқпадым, сұқпаймын да. Оның өмірінде
өзінде, мінезінде, иманында шатағым болмады, болмайды да. Және Сәкен Майғазиев мені ар-намысыма тиді, жеке басымды қаралады, жала жапты деп сотқа беріп артқа шегінгенде өзіңіз болатынсыз. Және артқа шегінгеніңіз бұл сіздің азаматтығыңыз емес, артыңыздың таза болмағандығын білдіреді. Және адамның ар-намысын қалай қорлау керектігін міне өзіңіздің үлгі тұтар ағаңыз Қалдыбек Құрманәлі барлық адамға үлгі ретінде көрсетіп берді. Менің сізден 595 миллион теңгеге салық төлеуші ретінде қаржының қайда кеткендігін сұрағандығым ар-намысыңызға тигенім емес. Менің арыма нұқсан келтіріп отырған Қалдыбек Құрманәлі қалай намысқа тию керектігін көрсетіп беріп отырғандығын байқадыңыздар. Қалдыбек Құрманәлі, егер шынымен жанашыр болып Сәкенді қолдайтын адамдардың бірі болсаңыз, сіз осы іс басталғанда Сәкен Майғазиевке барып, «Ей, қарағым, інім, айналайын, сен 15 минут бойы уағыз айтып халықтың уақытын алып оғызды қаралауға тырысқанша нұқсан келген абыройыңды 15 минут уақытта жұмсалған қаржының есебін беріп халықтың алдында ақ екеніңді, әділ екеніңді ақтап шықпадың ба? Сонда халықтың өзі маған жала жапты деген әлгі журналист қызыңды да, блогер сымақтарыңды да, әлгі белсенді Аружан Дүйсебаеваны да өз-ақ орнына қояр еді ғой деп ақыл айтар едіңіз. Бірақ етектен ары аса алмайтын, белден төмен әңгіме айтатын мына сізден ондай ақыл шықпасы анық. 2009-2010 жылдары дәл осылай Мақпал Жүнісованың концертін ұйымдастырған сәтте Дана есімді журналист қызды боқтап боралап шыққандығыңыз үшін, ар-намысына тигендігіңіз үшін сотқа тартылып, оған өтемақы төлеп кешірім сұрағандығыңызды ұмытып қалдыңыз-ау деймін. Сіз ұмытсаңыз да, сіздің ондай арсыздығыңызды мына қаракөз қыздар біз ұмыта қоймадық. Және де қазақ эстрадасында жүрген қыздардың барлығын жеңіл жүрісті деп, олардың барлығы төсек арқылы немесе тоқал болу арқылы ғана көтеріледі деп, өзіңіздің сұхбатыңызда да анық айтып, барлық жұлдыздардың өзіңізге қарсы қойып, қазақ қыздар намысын тағы да бір таптағаныңызды да есіңізге сала кетейін. Ал бұл жолы мен өзімнің намысымды таптатып, арымды қорлатып, үнсіз қалып отыратын қыздардың қатарынан емес екендігімді өзіңізге айтқан болатынмын, тағы да айта кетейін. Осы уақытқа дейін қазақ халқы қызын кие тұтып қасиетке балап келген, ал оның барлығы мына сіз жоққа шығардыңыз. Жемқорды жемқор деуім бұл қылмыс емес. Егер шынымен ары таза болса, Шыңғыс Мұхан, Қанзадаевасы бар, Сәкен Майғазиев бар, халықтың алдына шығып есеп беру керек еді. Ал олардың өзі халыққа есеп бермек түгіл, салық төлеуші органдарға, мына құзырлы органдардың өзіне есеп бере алмай отырған жоқ па? Ел ағасы болып Қалдыбек Құрманәлі, сіз ата сақалыңыз аузыңызға түсіп отырып, менің етегімді аңдығанша, сол жастарға мына біздерге ақыл айтудың орнына менің етегіммен алысып, менің абыройымды сөз қылып, халықтың алдында абыройсыз, намыссыз етіп көрсетуге барыңызды салып отырғандығыңыз, осы уақытқа дейін сіздің қандай деңгейде өмір сүргендігіңізді көрсетіп тұр. Бәлкім қанша қыздың абыройын мына дәл сіз таптаған шығарсыз. Оған айтып өткен бірнеше дәлелім және менің абыройымды төмен түсіргіңіз келгендігі дәлел. Және көпшілігі Сәкен Майғазиевті анасын жақсы көретін, анасын сыйлайтын, Алласы аузынан түспейтін иманды жігіт деп жатыр. Айтыңыздаршы, араларыңызда анасын сыйлай алмайтын, анасын жақсы көрмейтін адам бар ма? Иә, Сәкен Майғазиев сияқты мен де өзімнің ата-анамды жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін. Оларға қарсы сөз айтпаймын. Бірақ Сәкен Майғазиев өзінің пікірінде 15 минуттық айтқан үндеуінде анасының бұл жағдайдан әлі хабарсыз екендігін айтып отыр. Ендеше Сәкен Майғазиев, өзіңіз барып анаңызға осы жағдайды баяндап беріңіз. Мен Шымкентке басшы болғандығымды Түркістан сарайына білесіз. Және сол кезде 595 миллион теңгеге байланысты үлкен дау болды. Мен соның есебін халыққа бермедім, қаржының қайда кеткендігінің нақты мән-жайын айта алмай, бірде бухгалтеріме, яғни есепшіме жаптым, бірде 180 миллион теңгенің ар жақ бер жағындағы деп қалай не айтқанымды білмей сұхбат бердім. Ал менің басшым Шыңғыс Мұхан ешқандай қаржы бөлінбеді деді. Сол кезде блогерлер, журналистер, белсенділер, зерттеушілердің көпшілігі осы қаржы қайда кетті деп сұрақтың астына келіп, менің жұмысыма келтіріп арымды қорлады. Ал 4 ай уақыт өткен соң, солардың арасынан белсенді Дүйсебаева Аружанды таңдап алып, үстінен арыз жаздым. Және оның сөздерінің сараптамаға жібердім. Сараптамада оның сөздері менің басымды қорлауға жатпайтындығын дәлелдеп бергеннен кейін артқа кері шегініп, арызымды қайтарып алып, 15 минут бойы
бойы халыққа уағыз айттым. Енді келіп, мінекей менің абыройымды тағы да түсіріп жатыр. Сіз бұған не дейсіз деп айтып көрсін. Ал сонда баласына шын жанашыр анасының не айтарын көрер едім. Біреуге күйе жағу, біреуге даттау бұл бізден емес. Біз көріп тұрған шындықты сіздерге жеткіземіз. Мынау алып отқан құжаттардың барлығын ойдан шығарған жоқпыз. Оның барлығына Сәкен Майғазиевтің өзі қол қойып енгізген мемлекеттік сатып алу порталынан алып отырмыз. Егер Сәкен Майғазиев жаңағы өзінің видео үндеуінде айтқандай қазақтың қызы ғой, оған ақыл айтар бір ағасы, әпкесінің болмағандығы жаным ашы дейді. Сәкен Майғазиев, керісінше сізді қолдап отырған әлгі әнші сымақтарға менің жаным ашиды. Егер солар шынымен сауатты болып сізге жаны ашитын болса, мемлекеттік сатып алу порталын Алтынай Жорабаевадан бастап ақтарып қарап, Сәкен, мыналардың шулайтындай-ақ жөні бар екен-ау, халыққа есебіңді бер, құда да тыныш, құдағи да тыныш деп айтар еді-ау. Бірақ ондай сауатты адамның табылмай тұрғандығы өкінішті-ақ елдің арасында.